Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласы Кемел Тоқаев атындағы орта мектеп Әуелбекова Махаббат Бақытбековна химия пәнінің мұғалімі 7-ші сыныптың химия сабағына қош келдіңіздер. Олай болса, балалар, сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді жақсартып алайық. Қазір мен майшамды жағамын. Барлығымыз бір-бірімізбен бірігіп, жұмыс жасауымыз үшін бір-бір жыл сөз айтып, қолымызды экранға жақындатамыз. Сонда біздің майшам жарық жанады және сабағымыз сондай жарық және жылы болады деген ойдамын. Ендеше балалар, ары қаратай сабағымызды жалғастырайық. Сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге қараңыздаршы. Суреттерден не көріп тұрсыздар? Иә, дұрыс айтасыздар. Біз суреттерден дәрумендер мен химиялық элементтерді көріп тұрмыз, иә? Енді бұл химиялық элементтер мен дәрумендер адамның ағзасына өте қажет деген. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам ағзасындағы химиялық элементтер. Тыныс алу үдерісі, зертханалық жұмыс, тыныс алу үдерісін зерттеу. Сабағымыздың мақсаты адам ағзасына кіретін элементтерді білу және тыныс алу үдерісін түсіндіру. Бағалау критериясы бүгінгі сабағымызға берілген. Химиялық элементтердің адам ағзасында бар екенін біледі. Химиялық элементтердің адам ағзасында көп кездесетінін өз сөзімен айтады. Зертханалық жұмыс арқылы тыныс алу үдерісін зерттеп, өз ойын толық жеткізеді. Ендеше балалар, қарайық. Адам өміріндегі ең құнды нәрсе оның денсаулығы. Біздің организміміздің қалыпты жұмыс істеуіне әртүрлі химиялық элементтер мен олардың 10 мыңға жуық қосылыс керек. Олардың әрқайсысы біздің жасушаларымыздың мен мүшелерімізге 40-қа жуық қоректік заттардан түзіледі. Оларға химиялық қоректік заттар, минералдар, майлар, нәруыздар мен көмірсулар жатады. Организмде құрамында түрлі химиялық элементтердің болатыны белгілі. Сонда да адам организмі сырттан элементтерді қажетті мөлшерде түсіп тұруын үнемі қажет етеді. Себебі кез келген элементтің артық мөлшерде жетіспеуі де адам денсаулығына кері әсерін тигізеді. Ендеше балалар, осы организмімізге қажетті нәруыздар туралы нәруыздарға тоқталып кетейік. Нәруыздар құрамына 20 амин қышқылы кіретін күрделі органикалық қосылыстар. Амин қышқылдар көміртек, сутек, азот, оттек, күкірт сияқты элементтер кіретін күрделі органикалық заттар. Нәруыздар ұлпалар, жасушалар мүшелерінің түзілуіне қатысады. Сонымен қатар организмнің әртүрлі жұқпалы мен вирустарға төзімділігін қамтамасыз етеді. Нәруыз жетіспеген жағдайда қан құрамы, ішкі мүшелерінің қызметі бұзылады. Иммунитет төмендейді. Баланың өсу мен даму тежеледі. Адам массасының 15-20% нәруыздің үлесіне тиесілі. Келесі ең маңызды заттардың тағы бірі ол майлар екен. Майлар май қышқылдарынан және глицериннен түзілетін күрделі органикалық қосылыстар. Олардың құрамына көміртек, сутек, оттек элементтері кіреді. Майлар организмнің негізгі энергияға көзі болып табылады. Оның мөлшері адам қабылдамайтын тәуліктің калорияның 30%-нан аспауы тиіс. Майдың артық мөлшері асқазан қызметін бұзады, артық салмақ пайда болады. Майлар адам массасының 19%-ын құрап, жасушалардың құрамына кіреді. Көмірсулар құрамына көміртек, сутек, оттек кіретін күрделі органикалық қосылыстар. Олар адам массасының 0,16%-ын құрайды. Көмірсулар өсімдіктер күн сәулесінің әсерінен көмір қышқыл газы мен судан түзіледі. Фотосинтез процесі. Адам организміне тағаммен бірге құрамы күрделі полисахарид, крахмал, әр қарапайым фруктоза, глюкоза, тағы басқа көмірсулар түседі. Көмірсулар жетіспесе, нәруыздар мен майлардың алмасуы бұзылады. Адамда ұйқы басады, әлсірейді, бас ауырады, жүрек айниды, діріл, ашығу сезімдері пайда болады. Тағы да маңызды заттардың бірі ол дәрумендер. Дәрумендер мен минералдар тағамның тиімділігі, құнарлығы құрамындағы дәрумендерге байланысты анықталады. Дәрумендер В1, В2 азықтармен аз мөлшерде кездеседі.
аз мөлшерде болса да организмге өте қажетті. Дәрумендер организмге басқа тағамдық заттардан сіңуіне көмектеседі. Минералдар кальций, натрий тұздары және тағы басқа организм тіршілігінде маңызды орын алады. Минералдар бұлшықет қызметінде, оттекті тасымалдауда, жүректің жиылуын реттеуде, жүйке импульстерін таратуда негізгі рөл атқарады екен. Енді балалар, қолайлы болу үшін элементтерді екі үлкен топқа бөлдік. Ол көп мөлшерде кездесетіндер макроэлементтер, оларға кіреді екен сутек, көміртек, оттек, азот, натрий, магний, фосфор, күкірт, хлор, калий және кальций. Организмдегі мөлшері әрқашан тұрақты, дегенмен қалыпты мөлшерден едәуір ауытқысы бар. Организмге аса қауіпті емес. Өте аз мөлшерде кездесетіндер олар микроэлементтер. Оларға кіреді кобальт, никель, мышьяк және кадмий. Өмірлік маңызды элементтерге жатады және олар өте аз мөлшерде кездеседі екен. Енді қараңыздар балалар, тыныс алу. Тыныс алу адамның ғана емес, жер бетіндегі барлық жануарлар мен өсімдіктер организміндегі ең маңызды процесінің бірі. Тыныс алу нәтижесінде біз ауаны, дәлірек айтсақ, ауаның құрамындағы оттекті жұтамыз. Кәнекей, мынандай тәжірибе жасап көрейікші. Қанша уақыт тыныс алмай тұра аламыз? Ал ол үшін бізге секундомер қажет. Тыныс алуды тоқтатып, уақытты өлшеңдер. Қанша уақыт тыныс алуға болады екен? Қанекей балалар, бәріміз бірге жасап көрейік. Жақсы, секундомерларыңызбен көріп уақытты өлшеп, маған WhatsApp желісіне жазып жіберіңіздер. Ары қаратай жалғастырайық. Жұтылған және шығарылған ауаның құрамы әртүрлі болады. Мына суретте көріп отқандай, оттек жұтылған кезде, демді ішке тартқан кезде, оттектің пайызы 20-да 94%, азот және тағы басқа 79-да 0,3%, көмір қышқыл газы 0,3%. Ал демді сыртқа шығарған кезде оттек 16,3%-ды құрайды екен, азот және тағы басқа элемент қосылыстар 79-да 7% және көмір қышқыл газы 4%. Сонда сіздер айырмашылықты көріп отырсыздар. Демді ішке тартқан кезде деп, ал демді сыртқа шығарған кезде біз қандай ауаның құрамында шығара алады екенбіз. Келесі, фотосинтез. Ауада оттек қалай пайда болады? Ол күрделі физика-химиялық процесс, фотосинтез нәтижесінде түзіледі. Бұл процесс күн сәулесінің әсерінен өсімдіктерде жүреді. Өсімдіктер көмір қышқыл газын сіңіріп, өсімдікке жасыл түс беретін хлорофиллдің есебінен оны бізге қажетті оттек айналдырады. Балалар, сіздер білесіздер, оттек бізге ауа бізге ең қажетті. Біз егерде су ішпесек те, тамақ ішпесек те, біз кәдімгі уақыт жасақ та, біз дем алмасақ, көп уақытқа дейін шыдай алмаймыз. Ең көп дегенде 2 минутке ғана созылады екен. Мына көмір қышқыл газы фотосинтез процесіне келетін теңдеу көмегімен көрсетуге болады. Мына теңдеуді балалар дәптеріңізге жазып алыңыздар. Көмір қышқыл газы қосылған су жарықтың көмегімен глюкоза және оттегі бөлінеді екен. Олай болса, балалар, тапсырмамызды орындайық. Бірінші тапсырма: адам ағзасына кіретін элементтерді ата. Жақсы. Ендеше балалар, бір-бірімізді қол шапалақ әдісі арқылы бағалап кетейік. Екінші тапсырмамыз: мына элементтерді макро және микроэлементтерге жіктеңіздер. Балалар, микро және макроэлементтерге жіктеп жазамыз дәптерімізге. Жарайсыздар. Бұны от шашу арқылы бағалап кетейік. Келесі, үшінші тапсырма балалар: адам ағзасына кіретін элементтерді атап, олардың маңызды және пайыздық мөлшері туралы айтып, кестені толтырасыздар. Бұл да дәптерге жасалатын жұмыс. Ондайше орындап болсақ, келесі зертханалық жұмысқа көңіл бөлейікші.
Мұқият тыңдаймыз, балалар. Сынауыққа әк суы құйылған. Одан кейін түтікше көмегімен біз оған дем шығарамыз. Қарап тұрсақ, әк суының лайланғандығын байқауға болады. Бұл жерде балалар кальций карбонатының түзілгендігін байқауға болады. Неғұрлым көп дем алған сайын, соғұрлым әк су лайлана береді. Ал енді екінші тәжірибеге назар аударайық. Бұл жерде ауа құрамында су буының бар екенін дәлелдеу керек. Айнаға дем шығарғаннан кейін оның балалар. Айнаға дем шығарғаннан кейін сіздер оның буланғанын көресіздер. Сонда біз судың бөлінгенін байқайды екенбіз, Олай болса, балалар, үшінші тапсырманы орындап, маған WhatsApp желісіне жібереміз. Бүгінгі сабағымызға рефлексия жасап кетейік. Түрлі түсті қолбы әдісі арқылы. Жасыл түс сабақты жақсы түсіндім, сары түсіндім, бірақ толық емес, қызыл мүлдем түсінбедім. Бұл жерде, балалар, сіздер маған WhatsApp желісіне түстеріне байланысты түстерді жіберсеңіздер болады, сіздерде бар, соны жіберсеңіздер, мен сабаққа берген рефлексияларыңызды қарап шығамын. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.